English language for Kazakhstan, grade 3, People's Book, model 4, page 53, 54, 55. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін сіздерде lesson 10, 10 сабақтың жаттығуларын талдайтын боламыз. Exercise 1. Unscramble the letters and write the seasons. Бұл жерде сөздердің әріптері адасып кеткен, соны дұрыстап жазып, жыл мезгілдерін жазамыз. Summer, жаз. Бірінші суретте ол winter, қыс деген әріптері адасып кеткен, winter деп жазамыз. Екінші, spring, көктем, spring, көктем. 3. Autumn, күз, autumn, күз. Exercise 2. What's the weather like? Look and underline. Екінші жаттығуда ауа райы қандай? Қараңыз және астын сызыңыз деген. It's hot, ыстық. It's hot, ыстық. First, it is windy. Бірінші суретте ол жел соғып тұр, иә? It is windy. Second, it is rainy, жаңбырлы. It is rainy, жаңбырлы. Exercise 3, look and write. Үшінші жаттығуда қараңыз және жазыңыз деген. 0. Dress, көйлек. Dress, көйлек. First, jeans, шалбар. Second, jacket, куртка. 3. Shoes, аяқ киім. Exercise 4. Read and complete. Төртінші жаттығуды оқыңыз және толықтырыңыз деген. Do they go swimming? Yes, they do. Олар жүзуге бара ма? Иә, барады. First, does Tina fly her kite on snowy days? Тина өзінің батпырауын қар жауып тұрған күнде ұшыра ма деп тұр. No, she doesn't. Second, do you eat an ice cream? Yes, I do. 3. Does Bob drink hot chocolate? Yes, he does. 4. Do you wear a jacket in summer? No, I don't. Сіз жазда жакет, куртка киесіз ба деп тұр. Жоқ, кимеймін. No, I don't деп жауап береміз. World of Wonder 1, model 1, 2, 4. Әлем таңғажайыптары тақырыбы бойынша exercise 1. Listen and read. Бірінші жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және оқисыздар. This is a wonderful lake in Kazakhstan. Is it a blue lake? No, it is a pink lake. Cool. Бұл Қазақстандағы тамаша көл. Бұл көл көк пе? Жоқ, қызғылт көл. Керемет. Енді екінші суретке қараймыз. This is London in the UK. Бұл Ұлыбританиядағы Лондон. The favorite color of London is red. Лондонның сүйікті түсі ол қызыл. There are red things all around London. Лондонның барлық жерінде қызыл түстегі заттар бар деп тұр. Суретте қарасаңыздар, барлығы көрініп тұр. The next one, келесі, Happy Holi. Holi мейрамы. Anika and Jaya are from India. Today is Holi, the festival of colors. Holi is a lot of fun. There are beautiful colors everywhere. Аника мен Jaya Индиядан. Бүгін Холи мейрамы түстердің фестивалі болады. Холи мейрамы қызыққа толы. Барлық жерде әдемі түстер бар. Енді төртінші суретке назар аударамыз. Are frogs always green? Бақалар әрқашан жасыл ма? No, жоқ. This is a purple frog with red eyes from Colombia. How cute! Бұл Колумбиядан келген қызыл көзді күлгін бақа. Қандай сүйкімді? Енді екінші жаттығуын жасайық. Read again and match. Сіздер мәтінді қайтадан оқып, сәйкестендірулеріңіз қажет. First, the pink lake is in Kazakhstan. Қызғылт көл Қазақстанда орналасқан. Second, there are red things all around London. Қызыл заттар Лондонның барлық жерінде бар. 3. Holi is a
Festival of Colors. Holy түстер мейрамы, түстер фестивалі. 4. The Pupil frog is from Colombia. Күлгін бақа Колумбиядан келген. Келесі жаттығу Exercise 3. ICT. Find or draw pictures of things in different colors. In groups, do a project. Present it to the class. Бір суретті табыңыз немесе сызыңыз деген, ол жерде түрлі түстер болуы қажет. Топпен жұмыс жасайсыздар, проект жасайсыздар, жоба жасау керексіздерге және соны классыңызға көрсетесіз. Қалаған тақырыпта қалағаныңызша сурет салып түрлі түстерге бояуыңызға болады. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетеміз.